Баршаңызға сәлем қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Есімім Арай. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге осындай сүйкімді радугалар тоқып үйренетін боламыз. Мінекей, тоқылу өте оңай. Бұл менің тұрақты клиентімнің ерекше заказы болатын. Маған кардиганға радуга аппликациялар жасап беріңізші деді. Егер сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бірге тоқып үйренетін боламыз. Бізге қажетті құралдар, ең бірінші әрине ол жіп, мынандай қалдық жіптерді пайдаланатын боламын. Барынша қалыңдықтары бір-бірімен кішкене сәйкес келгені дұрыс болады. Чересшір қалың емес, чересшір жұқа емес деген сияқты. Пайдаланатын крючоктың номері 4. 4-ші номерлі крючокқа келетін кез келген жіпті пайдалана бересіздер. Мына түрлі түсті жағын қалдық жіптермен тоқимын да. Ал мына астындағы бұлттарды мен өте мамық келген Alize софти жібімен тоқимын. Тоқымамызды бастайық. Егер де сіздер крючокпен мүлдем тоқып білмейтін болсаңыздар, онда каналымдағы крючокпен тоқып үйрену бірінші және екінші сабақтарын көріп, соны меңгеріп алуларыңыз керек. Содан кейін барып осы кемпір қосақты тоқып үйренесіздер. Мінекей, біз қазір мына іш жағынан бастаймыз. Кольцо жасаймыз. Осы кольцодан біз бір воздушная петля іліп алуымыз керек. Мен осылай. Кольцоны тартпаймыз, үсті үлкен болып тұрады. Енді осы кольцоның ішіне 3 столбик без накида тоқимыз. Крючокты кіргізіп жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 2 петля, екеуін қосып тоқимыз. Мұны 1 столбик без накида. Екінші столбик без накида. Және үшінші столбик без накида. Енді мына кольцомызды біз жақсылап тұрып тартуымыз керек. Бір түспен тоқып болдық. Енді жібімізді қиямыз, қыздар. Және осы қиған жіптеріңіздің ұшын крючоктағы петлядан бүйтіп шығарып аласыздар. Тарқатылып кетпес үшін жақсылап тартамыз. Бұл біздің бірінші қатарымыз міне. Енді екінші түс. Мында сиреневый түспен тоқиын. Мінекей, бізге бері қарап тұрған жері ғой, өзімізге қарап тұрған жері. Жаңа біз оң жақтан солға қарай тоқыдық, Енді үстінен қарасаңыздар, міне 1, 2 және 3-ші. Осындай петляларымыз көрініп тұрады үстінен. 1, 2, 3 петля. Енді қазір біз осыларға тоқимыз. Ең бірінші петляға жаңа жібімізді жалғап, осындай 1 столбик тоқып аламыз. Және қайтадан осы петляға екінші столбикті тоқимыз. Енді келесі екінші петляға. Біз тоқу барысында мына жіптің ұшын тоқымамыздың арасына қосып бірге тоқып кетуіміз керек. Мына екінші петля. Оған да біз 2 столбик без накида тоқимыз. 1 және қайтадан сол жерге екінші столбик без накида. Енді мына қызыл жіп, оны да қазір тоқымамыздың арасына қосып бірге тоқып кетеміз. Міне 3-ші петлямыз тұр, Осы 3-ші петляға біз тағы да 2 столбик без накида тоқимыз. 1 және екінші. Көрдіңіздер ма? Бізде 3 петля болды төбесінен қараған кезде. Сол 3 петляға әр қайсысына 2 столбик без накидадан тоқып шықтық. Яғни 2 еселеп шықтық. 2-2-ден тоқып шықтық. Енді қатардың соңында міндетті түрде, қыздар, бізге қатардың соңын бұлай симметрия болу үшін мына жақта тұрған ең соңғы бір қабырғасына осылай 1 столбик тоқуымыз керек.
бұл симметрия үшін керек болады. Егер де біз мынаны тоқымайтын болсақ, онда радугамыздың шеті былай көтеріліп кететін болады. Симметрия үшін қатардың соңында қосымша тағы да бір столбик тоқып отыру керек. Мінекей тоқыдық. Жіптің ұшын кесеміз. Және оны крючоктағы петлядан шығарып аламыз. Жақсылап тартасыздар. Ал жаңа алдыңғы екі жіпті кесіп тастауға болады. Біз оларды тоқымамыздың арасына қосып тоқып жібердік. Осылай бірге тоқып отырсаңыздар, ең артынан жіпті жасырып отырудың қажеті болмайды. Енді келесі түсіміз. Так, менде бирюза түсі екен. Ең бірінші тұрған петлямыз. Сол жерге бірден біз 2 столбик без накида тоқимыз. Мінекей жібімізді жалғап алдық. Бұл бізде уже бірінші столбик болып саналады. Қайтадан сол жерге екінші столбик тоқимыз. Кішкене тартамыз. Жіптің ұшын бірге қосып тоқып отырыңыздар. Келесі екінші петляға біз уже 1 столбик без накида тоқимыз. Одан кейінгісіне 2 столбик без накида тоқимыз. 1 2. Келесісіне 1 столбик без накида. Мынаны да қосып алып кетейін. Так, біреу тоқыдық. Келесісіне 2 столбик без накида тоқимыз. 1 2. Одан кейінгі петляға 1 столбик без накида. Және симметрия үшін міне мына жерден тағы да 1 столбик тоқимыз. Қатар соңында міндетті түрде симметрия үшін тоқып отыру керек. Болды. Жіптің ұшын петлядан шығарып алып тартамыз. Артық жіптерді кесіп тастаймыз. Так, енді келесі түсіміз. Қайтадан қатардың басынан бастаймыз. Міне ең бірінші петляға жібімізді жалғаймыз осылай. Бұл уже бізде бірінші столбик болады. Қайтадан сол жерге екінші столбикті тоқимыз. Екінші петляға біз 1 столбик тоқимыз. Одан кейінгі тұрған үшінші петляға да біз 1 столбик тоқимыз. Төртінші петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Одан кейінгі 5-ші петляға 1 столбик без накида, 6-ші петляға 1 столбик без накида, ал 7-ші петляға 2 столбик без накида. 1 2. Прибавка жасалды. Одан кейін біз 1 столбик без накида тоқимыз. Және соңғы петляға 1 столбик без накида тоқимыз. Прибавка жасалды. 1 столбик без накида, тағы да 1 столбик без накида. Енді симметрия үшін тоқитын столбигіміз бар міне. Мінекей. Біз бір петляға 2 столбик без накида тоқығанымыз, ол прибавка, Прибавка бізде қатардың бас кезінде 3 болған. 1, 2, 3 прибавка болды. Сосын симметрия үшін 1 столбик тоқыдық.
осы үш прибавка әр қатар сайын сақталып қалады. Келесі қатарда да дәл солай. Үш прибавка болады, бірақ уже қатар өскен сайын арасындағы столбиктардың саны көбейе бастайды. Прибавка уже арасында бір столбик. Прибавка арасында бір столбик. Прибавка одан кейін бір столбик. Ал мынау симметрияның столбигі. Келесі төртінші қатарда прибавка екі столбик арасында. Прибавка екі столбик арасында. Прибавка екі столбик арасында. Симметрияныкі. Келесі қатар, бесінші қатарда прибавкадан бастаймыз бірінші петляға. Одан кейін 1, 2, 3 столбик без накида болады. Прибавка 1, 2, 3 столбик без накида. Түсіндіңіздер ғой, прибавкалар бірінің үстіне бірі түсіп отырады. Келесі түс менде сары. Бір столбик, және сол жерге екінші столбик. Бұл бесінші қатар, одан кейін бір столбик, тағы да бір столбик, және үшінші столбик мына. Сосын мына өз прибавка көрініп тұр. Дәл осы прибавканың үстіне біз екі столбик тоқимыз. Прибавкамыз жасадық. Енді жеке-жеке 3 столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Прибавка. Bir, екі, үш. Және симметрия үшін. Келесі түс. Мына жіп менде өте жіңішке, сондықтан да мен екі қабаттап тоқимын бұл жіппен. Ең бірінші петлямызға жібімізді жалғаймыз. Уже бірінші столбик болды, дәл сол жерге екінші столбик тоқимыз. Келесі екінші петляға бір столбик, үшінші петляға бір столбик, төртінші петляға бір столбик, бесінші петляға бір столбик. Міне прибавкадан кейін уже бізде 1, 2, 3, 4 столбик без накида тұр, жеке-жеке. Прибавкаға келдік. Мінекей. Одан кейін 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Болды мінекей. Егер сіздер көлемі бұдан үлкен болғанын қаласаңыздар, әрі қарай тоқып жалғастыра бересіздер. Келесі қатарда петляға прибавка, одан кейін уже 1, 2, 3, 4, 5 столбик тоқылады. Одан кейін қатарда прибавка, араларына 6 столбик. Келесі қатарда прибавка, араларына 7 столбик. Сөйтіп біздің кемпір қосағымыз үлкейе береді. Мен енді болдым. Егерде осы күйінде қалдыратын болсақ, мына шеті жұқа болып тұрады, көрдіңіздер ме? Осы күйінде қалдырмай, ең соңғы бір қатарды қалыңдатуымыз керек мына жақ шетін. Оны біз соединительная петлямен жасай саламыз. Ең бірінші петляға жібімді жалғап алам. Одан кейін қараңыздар,
төбесінен қарағанда бізде петля тұр ғой, міне арғы қабырғасы, мынау бергі қабырғасы болып, осының ортасынан кіргізесіздер крючокты. Ортасынан кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз осы қабырғасынан, және бірден крючоктағы петлядан тартамыз. Мінекей осыны соединительная петля дейді. Келесісіне одан кейінгісіне, мысалы әр петляға бір-бірден осылай соединительная петля тоқып шығамыз. Қатты тартпаңыздар, шеті жиырылып қалмасын. Петляларды бостау қылып тоқыңыздар. Мінекей соңғы петляға тоқыдым. Жіптің ұшын бекітемін. Міне мына ұштар шығып тұр. Біз қазір оны ақ жіптің ішіне қосып тоқи саламыз. Енді мына жерін тоқитын кезде біз қыздар полустолбик с накидом, столбик с накидом тоқитын боламыз. Егер де сіздер жаңадан үйреніп жүрген болсаңыздар, міндетті түрде, бағана мен басында айтып кеткен, крючокпен тоқудың бірінші және міндетті түрде екінші сабағында жақсылап меңгеріп алыңыздар. Әйтпесе сіздерге қазір қиын болады тоқыған. Так, мінекей мына жерде екі розовыйдың ортасынан осылай кіргіземіз да, жібімізді жалғаймыз. Жіптердің ұшын бірге қосып тоқып кету керек. Так, енді қазір біз ашық розовый осы қатарға бір полустолбик с накидом тоқимыз. Ол мінекей крючокқа накид іліп аламыз. Крючогымызды кіргізіп жұмыс жібін тартамыз. Крючогымызда бізде 3 петля. 1, 2, 3. Осы үшеуін қосып бірге тоқимыз. Келесі сары түске біз 2 столбик уже с накидом тоқимыз. Накид іліп аламыз. Жұмыс жібін шығарамыз. Крючокта 3 петля. Бірінші 2 петляны тоқимыз. Одан кейін қалған 2 петляны тоқимыз. Бұл бізде бірінші столбик с накидом. Дәл осы жерге екінші столбик с накидом тоқимыз. Екеуін бір іліп аламыз. Және крючокта қалған 2 петляны бір іліп аламыз. Сарыға тоқыдық. Енді мына ашық көкке тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. Келесі бирюза түсіне бір ғана столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін сиреневый түс, оған бір полу столбик с накидом тоқимыз. 3 петляны қосып бір тоқимыз. Енді қайтадан бас жағындағыдай бір столбик без накида тоқимыз. Бір жақ шеті болды. Жіптің ұшын шығарып аламыз. Мына жіптің ұшын біз байлай саламыз. Мінекей бір жақ шеті болды, екінші жағы тура солай тоқылады. Мына жерге қазір мен бір айтып түсіндіріп өтем, одан кейін бірге тоқимыз. Мінекей мына қызыл тұрған жаққа мында бір столбик тоқыдық қой. Қазір жібімізді жалғап бір столбик тоқимыз. Сиреневыйға бір полустолбик с накидом тоқимыз. Келесісіне бір столбик с накидом.
ашық көкке 2 столбик накидам, сарыға 2 столбик накидам, ашық розовыйға полустолбик накидам, біреу, және мына жерде біз 1 столбик накидам тоқимыз. Тура осыны қайталаймыз. Жіпті жалғадық. Міне 1 столбик болып шықты. Мына жіптердің ұштарын бірге қосып тоқып кетіңіздер. Егер сіздерге бірге қосып тоқу қиын болып жатса, онда олай жасамай қойыңыздар, просто ең артынан инемен ол жіптерді жасып шығасыздар. Түске полустолбик накидам. Келесі бирюза түсіне столбик накидам. Одан кейін ашық көкке 2 столбик накидам. Сары түске 2 столбик накидам. Ашық розовыйға 1 полустолбик накидам. Және ең соңғысына 1 столбик без накида. Неке қыздар, қараңыздар. Кемпір қосақты мен кардиганға тігіп қойдым. Шетінің барлығын көктеп, розовыймен, астын ақпен. Прочный болып тұр. Астынан көрінбейтіні. Қандай әдемі болып шықты. Қалаған түстеріңізбен жасай берсеңіздер болады. Соңына дейін көріп шыққандарыңызға рахмет. Егер видеоны лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.